...2018 Qıran Gölkü. Tыңdап отырғандарыңыз 2018 Qıran Gölkü. Көңіл көтергіңіз келсе, күлдіргі тыңдаңыз. Құтпан жылына құт береке тілеп Qıran Gölkü 2018-ді ұсынып отырмыз. Күліп, жадырап қалғыңыз келсе, жеңі сұрысқанды тыңдаңыз. Әзілден айран ұйытып, қалжыңнан қатыған отырмаймыз ба? Ауылда bir азаматтың досы тойында bir мал деп жаздырып кетеді екен. Содан кейін ол өз үй ішіндегі бір қанша адамса 4-5 күн сөз өртен со тамақтанып сонымен жүреді екен. Бір күн әлгі той жасаған жігіт өзі қысылып бір жаққа баратын болып еді. Содан кейін анаған енді малың қайда дейді екен. Міне деп көрсетсе бір құйтақандай ғана жұдырықтай бір лақ дейді көрсеткені. Содан анау әлгі лақты көріп айтады дейді. Ей, мына лақты мен кілтке тағам ба деп айтады. Біреудің қызын алып қашып кетті дейді. Содан артынан қуғыншылар келіп, жөнімен құдалассаң да береміз ғой деп енді арада дау көбейіп, сөз көбейіп сөйтіпті. Содан кейін ағы үйдің иесі сол ойбай кешіріңдер деп басында чәкпісі бар екен, қайта құдалардың алдына тастай беріпті әкел. Қайта чәкпісін тастай берсе, енді чәкіңізді болды енді кешірім сұрадыңыз ғой енді болды енді. Пейіліңізге рахмет. Чәкіңізді қайта тастай бердіңіз ғой десе айтады дейді. Жоқ, аштен кетпейді. Қойға лақтырып жүрген чәкті бөліп Bir-екі жігіт төбелесіп қалыпты. Содан бір кемпір арашаға түсіп, жалпы ахуалды сұрап сөйтсе, енді бір жігіт айтады дейді. Мынау менің мәнзімді түсірді деп. Сөйтсе, кісі айтады дейді. Енді ол мәнзім қайда түсіп қалды екен, ертең күн шыққан кездегі біздейікші, әйтпесе табылмайды бұл жерден деп айтады. Көн қалаға барып кино көріп, барса киноудың билет бағасы 50 лен екен. Содан кейін қынжылып отырып, билет алып киноуды көрсе, бір жерлер қорқынышты жер екен дейді. Қараса әйелі мен баласы көзін жұмып апты дейді, қорқынышты жерінен қорқып. Соны анау енді ақшасын қимай отыр емес, банаған айтады дейді. Еке албасты көзімді ашсаңшы, 5-6 ендік жерін өткізіп жібердім қойсын. Тойда бір әнші ән айтып, қайтып бара жатса, бір апамыз көзіне жас алып отырыпты дейді. Содан жігіт жанына барып, ой апа, менің әнім сондай тамаша ма екен, нағып жылап отырсыз десе, әлгі апамыз айтады дейді. Әй балам, қайдағы, күзде бір тайыншам жоғалып табылмай кетіп еді, сенің дауысың сол тайыншамның дауысына қатты оқсап, сол жануарым есіме түсіп жылағаным ғой. Таудың арасында біреу көлікпен келе жатса, бір малшычыға кеп тәгі жерді. Ойбай, мен әйелім босанғалы жатыр, тез бол. Мәшиненің чырағын жағып қойып, соны әгін босандырыпты. Соны бір уақытта бір кішкене шығыпты чылап. Оны бір демеге орап сөйтіп жатса, тағы бір кішкене дүниеге келіпті. Егіз екен дейді. Ой, егіз екен ғой деп сөйтіп. Әгіні немене қылып жатса, одан тағы бір дүниеге келіпті дейді, ар жағына. Ана өзі қоңыр қалталау кедейлеу екен де әгізі. Содан айтады дейді әгі. Қайтып баған мұны. Ойбай, андағының чырағын өшіп, мынадар жарыққа үймелеп жатыр деп айтады. Біреу бір досынан сиыр сатып апты. Соғымға сойғаннан кейін, сиырдың етін жеп көрсе, қатты дейді сондай. Содан айтты, әй, сен сиырды мынау маған бір кәр сиыр сатып беріпсің ғой, сен неге айтпайсың деп. Анау айтты, ой, мен айттым ғой, айтқам деп. Сен не деп айтып едің? Ой, саған мен айтып едім ғой, дудардай сиыр деп айтып едім. Ой, сен онда жасын айтқан жоқсың ғой деп. Әй, сен білмейсің бе? 16-17-ге келген кезде кел, дударай құсаған, дудардай сиыр дедім. Анаған күштерін көреді.
Көні енші бер. Әгір жігітке 10 ешкі беріпті дейді еншіге. Соны ол еншіге ренжін кіреп әке. Содан әкесі айтыпты. Осы 10 ешкіні ал да, сонымен өз жаныңды бақып, сонымен артыңды жап. Ол үндемей тұрып бірақ айтады дейді. Ей әке, ешкілер менің артымда емес, алдымен ешкілер өзінің артын жауы басында. Одан мына еліміз енді азат болған кезде бір диқан бар екен, пойызды да көрмеген, көп білмейді. Бір автономға жиынға баратын болыпты. Соның пойызбенен барып түскенден кейін әгі жиынның едері тосып тұрыпты. Содан кейін айтты, пойызды алғаш көре қалғанда айтады дейді. Ой, пырмай мынау жатып алып заулағанда мынандай заулайды екен, мына пәлен. Мынау түрегі бап жүрсе қандай заулайды екен дейді қой. Барғандан кейін әк адамдар тосып алады ғой. Содан кейін айтты, ой сендер мен келетінді қайтып біліп қойдыңдар. Телефоннан білдік дейді екен. Соны анау телефонды да бір енді көлік құсап ойлайды екен де. Ой сонда пойыз жүйрік па жоқ, телефон жүйрік па дейді екен. Телефон жүйрік қой десе айтады дейді. Онда сендер неге мені телефонға отырғызып алып кетпейсіңдер? Бір бөспелеу жігіт бар екен, ауырған тісін көрсетпекші болып, шипаханаға барыпты. Тіс дәрігері бір әдемі бой жеткен екен дейді. Тісіңізді құрт жепті, жұлдырасыз ба деп сұрап. Енді анау айтады дейді, біраз мақтанып өзін көрсеткісі. Мына тісімді жұлдырсам зияны бар ма? Мына айырпланға ұшаққа шыққан кезде әсер бола ма, болмай ма деп сөйтіпті. Сөйтсе анаудан ананың бөсіп екенін біліп айтады дейді. Жоқ, көп әсері жоқ. Бірақ бөсіп, мақтанып сөйленген кезде біраз сөз қашады деп айтады. Әжеймен бір атай радио сатып алып, соны дереу төкке жалғапты. Төкке жалғаған екен, радионың арт жағынан бықсып түтін шығыпты. Мынау сөйлемейді ғой, не болып кетті дейді, екеуі қарап отыр дейді. Сонда қасындағы әжей айтады дейді. Анау темекісін тартып жатыр ғой, біраздан кейін сөйлейді дейді. Біраздан кейін лап ете түсті дейді. Бір қыз айтады дейді, жігіт тапсаң бар ғой, таңсың секілді жігіттен тап деп айтты дейді. Ол өз өмір бой көзіңе шөп салмайды, өте адал болады, өте дұрыс болады. Егер сөзіңді тыңдамаса, сойып жеп аласың да, мәңгі өмір сүресің деп айтты. Автобуста қысылып отырған бір үлкен кісі қасында сырға тағып алып отырған бір жігітке айтыпты дейді. Енді осы күнде жігіттердің сырға тағатындары бұл шықты ғой өзі. Қызым артаман отыршы деп. Соны енді анау ыза болған әлгі жігіт айтады дейді. Мен қыз емеспін деп. Сөйтсе әже айтады дейді. Енді қайшын енді, Құдай ау. Тағдыр деген сол ғой енді. Жастай жесір қапсың ғой деп айтады. Біреу айтады дейді, күн қатты ыстық кеткен кезде айтады дейді. Күн ми қайнаған ыстық болып сөйтсе айтады дейді. Ой, фрау, мынау қаспақ жеген біреу той жасаса болатын еді мынау. Бір кісі бір сиыр борлапты дейді. Содан әгі шайдың чарын апарып, тамақтың барлығын араластырып, жем қып бере демес пе? Ол борлаған сайын әгі сиыр барған сайын арықтап, сөйтіп кетіпті. Ойбай, бұған немене болды десе, әгіңе келіні семіріп кетіп, ол арықтайтын шай ішіп жүреді екен емес пе? Соның чар екен дейді, сиырға беріп жүрген. Әгісі айтады дейді, бәше, мына неменеге барған сайын талшыбықтай бір алып бара жатыр десе. Келінің арықтайтын шайын ішіп алып жүрген. Біреудің келіншегі сонда ерік екен де енді. Бір күн шай ішіп, шай аршып отырып, қолының кішкене жерін бәкі кесіп кетті дейді. Содан ойбай доғдырға апарашы, доғдырға апар деп. Содан сасқалақтап доғдырға жетіп барса, доғдыр көріп жіберіп айтып дейді. Ойбай, дәл уағында келіпсіңдер. Әйтпесе мынау жазылып кеткенде екен. Бір күні бір тақай шешесінен сұрапты дейді. Шеше, қалай істесем нағыз есек боламын. Сонда шешесі айтады дейді. Сен адамға сенбей, айтқанға көнбей, жақсы көңілді білмей, басқалардың жақсылығын түсінбей, ит бола берсең бар ғой, сен нағыз есек боласың. Bir жездесімен балдызы қатты қалжыңдайды ғой әдет. Балдызын айтыпты жездесі. Ойбай, сенің көзің бақырайған үлкен ғой андағындай үлкен. Андағы көзді телефонға орнатып алса, телефон қандай тұнық рәсім тартады екен дейді. Сөйтсе жездесінің аузы үлкен екен дейді. Балдыз айтады дейді.
ойпыр-ай жездеке сіздің аузыңыз үлкен ғой. Андағындай үлкен ауызбен бір жолда 3 ән айтуға болады ғой, деп айтты. 2018 қыран күлкі. Мұна ашық емтихан мен жабық емтиханның қандай парқы бар десе, бір оқушы айтады дейді. Ашық емтиханда кітапты үстелдің үстіне алып ап, көшіріп жазып береміз. Ал жабық емтиханда оқулықты үстелдің астыңғы жағынан сығалап қарап емтихан береміз. Бір салақтау әйел доғдырға барыпты дейді. Содан әгінің қарынын тексеретін болып, содан көрсе қарын жақтар айланып қап-қара дейді. Трактордың маймы. Сөйтсе, ойбай, мынау неге тазаланып жүрмейсіз? Мынауыңыз қалай десе, әгі айтады дейді. Жоға, күйеуім трактордың шопыры еді деп айтты дейді. Күйеуі мен келіншек екеуі кино көріп отырса, кинодан бір жалмауыз кемпір шыға кепті. Сонда ана келіншек шошып кетіп айтты, мама деп шеше деп сөйтіп айтты дейді. Сен шешең жүрмейтін жері жоқ екен деп айтты. Одан бір келіншек киім алғысы келсе де, күйеу оған ақша бермей қойыпты. Бір енді көрім киімге көз түсіп қалады екен де алғысы келді. Содан басым ауырды деп жатып алып, күйеу оны доғдырға ертіп барды. Енді тәжірибелі доғдыр оның әйелін тексеріп көріп айтады дейді. Әйеліңіз шұғыл характерлі, киім алғысы келу ауруының соңғы басқысына жеткен екен. Емдемесе шатақ деп айтты дейді. Тыңдап отырғандарыңыз Жеңіс Ырысқанұлы айтқан қалжың қағытпалар. Біреу айтады дейді, кешеден бері үйде төгіп жоқ, келіншегіммен әңгімелесіп жырқап қалдым деп айтады. Бір ақын жігіт пен аспаз жігіт бір қызға қатар сөйлесіп, соны оны бір құрбысы бар екен, әгі айтты, біреу ақын жігіт, біреу аспаз жігіт. Сонда енді қайсысына барсам болады деп сүйіссе, ана құрбысы анаған ақыл айтады. Ей, ақынды қой, ол қу сөзден қуырдақ қуырып береді саған. Оданша чын қуырдақ қуырып беретін аспазға барып алды. Мұна физика мұғалім оқушылардан сұрапты. Тартылыс заңын өтіп жатқан мұғалім екен. Сол Ньютонның суреті де бар екен емес пе? Сұрақтарың болса сұрап ал десе, әгі бір қыз оқушы айтады дейді. Ана Ньютон шашын қай жерге бұйралатып жасады екен де, сол айтады. Біреу айтады дейді, үйіңізге ұры кірмесін десеңіз, көршілердің балаларына Wi-Fi-дің нөмірін айтып берсең болды деп айтады. Біреу айтады дейді, дүниеде 3 қысқан жаман деп. Немене десе, чақай қысқан, қарыз қысқан, енді біреу дәрет қысқан деп айтады. Енді біреу айтады дейді, 3 қысқан пайдалы деп. Немене десе айтады, көз қысқан, қол қысқан, енді біреу ар жақты қысқан пайдалы. Ауылда бір кісі байбалам салып бақырып жүр дейді. Бір темір мештің үстіне сүлеу табақпенен су құйып қояса кетіп қапты дейді. Сақтай көр, жаңағыны тұрған деп айтты дейді. Біреу ана табағынды ұрдап, мешке суды құйып өшіп кетіпті деп айтты. Bir 4 жігіт тонаушылық істемекші болып келіп, бір шалға пышағын төсек. Ақша бар ма? Ойбай, ақша жоқ. Онда бағалы зат бар ма? Ойбай, бағалы зат та жоқ. Алтын бар ма? Алтын бар дейді. Қанша келі? 90 келілер болар бекен. Бересің бе деп. Берейін деп. Одан әгі төртеуін үйге ертіп көп айтады дейді. Әй алтын, жуан кемпір бар екен. Әй алтын, сені мынадан алып кеткелі тұрды. Үрімжіге алғаш барған бір нәнзігу деген жер бар енді, бекет қой сөзі, бекет. Соң біреу сол нәнзігу деген сөзге тілі келмей, қайда тұрсың деп балалар телефон беріп жасайды дейді. Әй, үрімжінің нәзігүл деген жерінде тұрмын деп айтты. Бажасы әкім болып істейтін біреу айтады дейді. Келіншегімнен ажырасып кетейін десем, бажамды қимай жүрмін. 。      . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
ән тыңдап біреудің сен маған сүюді үйреттің деген әнді тыңдап алып бір әжей айтады дейді үлкен кісі. Еуіп балғыр сүюді де үйреткен бар ма екен? Оданша ақша тауып ауқаттанғанды үйретпей ме деп. Қосаққу түзіп бара жатса, сөйлесіп жүрген бір қыз бен жігіт екеуі қарап отырып, қыз айтыпты, екеуміз қосаққудай мәңгі бірге түзіп, қосаққудай мәңгі тату болып сөйтіп өссек деп қыз сүйсе, жігіт айтады дейді. Арт жағымыз су болып жүрейік. Қазақы қалжыңға қарық болғыңыз келсе, Жеңіс Рысқанды тыңдаңыз. Біреу айтты дейді, сенің әйелің не деген үлкейіп, арт жағы деген дөңкиіп, семіріп кеткен деп сүйсе, анаған айтады дейді. Сен менің әйелімнің артына тіліңді тигізбе. Біреу айтты, дүниеде ең пәле кімнің әкесі деп. Бір баладар сұраса, біреу айтпайды, менің әкем. Сенің әкем қандай пәле десе, ақ жасы көп. Жоқ, пәле емес ол, елдің бәрін ақ жасы көп адам қалың десе. Біреу отырып айтты дейді. Сұның құңның әкесі ең пәле деп айтты. Ол неге десе айтты дейді. Ол тастан адам жаратып жіберді. Төбеге шығып алған бір бәспелеу жігіт, мынадан секіремін әке. Секірсем қай жерге түсем деп сөйтіпті. Сөйтсе әкесі айтады дейді. Енді ақырын болса рентгенге түсесің, қаттырақ болса ситиге түсесің. Енді онан да қаттырақ секірсең, онда көрге барып түсесің ғой. Bir bala оқуға бармай қапты да, мұғалім іздеп кетті. Мұғалім есікті ашқаннан кейін мұғалім аңырып тұрып қапты дейді. Ой, сіз әлі тірісіз бе деп. Сол немене десе? Ой, осы бір аптаның алдында сіздің балаңыз айтып еді ғой. Апам қайтыс болып кетіп, соған рұқсат алдым деп еді ғой. Апасы айтады дейді. Балам, мен сол қайтыс болып кеткем ғой. Сол балалардың жұмысына көмектесейін деп осы әлгінде келіп тұрмын. Әйел адам сенің үйіңнің күтушісі, отбасының есепшісі, үй бағатын күзетші, тамақ әзірлейтін аспаз, тазалайтын тазалықшы, кір жуатын машина, керек жарақ сатып әкелетін артық жеп қызметкері, ақырып ашуыңды шығаратын, бақырып тіліңді алдыратын, ісің түссе алдай салатын, жының түссе жайпап салатын, басқалардан қызғандыратын, қан терімен отбасын нұрландыратын, өзі үшін емес, ата-анасы үшін емес, басқа үшін қан терін сарып еткен, өмірін арнаған нағыз қаһарман. Ол сүйсең жар, істесең құл, істетпесең гүл, кигізсең әйкел, аяласаң алтын, аямасаң сарқын бола береді. Ол балалардың шешесі. Олар балалары үшін, отбасы үшін барлығына көнеді. Мұна мен бағанадан енді дейді. Нәшерлеу жердер кетіп қалғаннан кейін ренжіп қалды ма деп айтып жатқанымыз ғой. Ал енді ер адамды айтайық. Ер адам сенің семьяның төкчісі, үйіңнің күзетшісі, ауыр жүк көтеретін, 10 күріш таситын түйең, күнделікті сотчың, дәретханаң тосылғанда тазалайтын тазалықчың, жолаушы жүргенде жүк көтеретін машинаң, бір сіммен бір жылды өткізетін қайырчың. Семья есебін қусап кетпейтін қуағаш. Сен чарчап қызметтен келгенде зыр жүгіретін жел аяқ. Ер адам ол сенің кішігірім бәнкең, асты қамбаң. Суда кеме, жерде көлігің, ұшсан қанатын, тоңсаң мешің. Қорқсан қол қанатың, тағам талғамайтын сиырың. Асқан тамақты төге салатын кәтелің. Телепен ұрып мазалайтын ермегің. Ашу таратам десең сенің құм дорбаң. Ұйықтамайтын қоражың. Ол балалардың әкесі. Күліп жадырап қалғыңыз келсе, Жеңіс Рысқанды тыңдаңыз. Бір Масаның баласы айтыпты дейді. Шыбынның баласы мені қаншыр деп айтты дейді. Маса айтады дейді.
шыбын айтты ма? Ол боқ жейтіндер оттай береді. Біреу айтады дейді, менің әйелім чедеуді қолын ұстап жүреді де, Құдай-ау чедеуді қайда қойды деп іздеп жүреді. Деп сүйсе анау айтады дейді, мә сенің әйелің жақсы екен. Менің әйелім чедеуді қолын алады да мені іздейді деп айтады. Бір миды айтатыр, жазықта келе жатқан бірі ит айтады дейді. Бір тал бір чиде жоқ. Енді чидің түбі кезікпесе бар ғой, бұтыма қойы бере саламын. Бірге бірді қосса қанша болады деп түсіндірмекші болған біреу айтты. Баласы айтады дейді, 6 бөледі. Ей, мәселен депті. Bir sıyırға, bir бұзауды қосса қанша болады? Есана айтады дейді. Онда еміп қояды. Біреу айтты, ұялғаннан кірерге тесік таппадым деп сүйшсе, бір тышқан шыға кеп айтады дейді. Ей, байқап сөйле, біз ұялғанымыздан жерге кіріп жүргеніміз жоқ, сол жерде өмір сүреміз біз деп айтады. Bir мұғалым айтты оқушыларға, сендер ертеңгі нұрлы чырақсыңдар, жанып тұрған нұр шашып, халқыңа нұрыңды түсіретін, жылуыңды беретін, сендер чырақсыңдар деп сүйшсе, қасындағы бір бала ұйықтап қалған баланы көрсетіп айтады дейді бір оқушы. Мынау сөніп қалған чырақ қой, иә. Біреу 5 юанға чөшіре сатып ап, соны ішкел жасса, ішінен бір кішкене кигіз шыға кепті. Ей, күтуші, бергел. Мынадан кигіз шықты ғой, мына чөшіреден. Деп сүйші анау айтады. Өйбай, 5 юандық чөшіреден кигіз шықпағанда енді ішінен бір кілем шығу жұмет. Bir тышқан баласын айтады дейді, мектепке оқуға алып барып айтады. Балам жақсы оқы, сен түбінде бір жерден тесіп шығасың деп. Bir kız avtobusga çıkıptı deydi. Kay жерден түсесіз десе айтты дейді. Сол әлгі былтырғы жерден түсіріп. Bir науқас келіп, доғдыр жақыннан бері жүрегім қышып тұратын бөлді. Не істесем болар? Доғдыр айтты, операция жасаймыз. А? Операция жасайсыңдар ма? Не үшін? Доғдыр айтты дейді. Операция жасап, жүректі алып шығамыз да, қасып қайтадан салып қоямыз. Жүрегім қышып тұрады деп айтты. Екі жында отырағап, біреу бір айна тауып қарап жеріп айтты дейді. Мынаның ішінде көрейін. Деп шешсе анау айтты. Әкелші мен көрейін деп. Көріп айтты дейді. Мә жынды неме, мынаның ішіндегі мен ғой деп айтты. Ана Хотан деген аймақ бар, өз жерде ыңғи қастасын өндіреді емес пе? Қастасы шығады. Соң кейін біреу доғдырға көрініп, үлкен шипағанаға келіп, ситиға түсіріп, сөйткеннен кейін доғдыр айтып, біздің өтіңізде тас бар екен. Десе анау айтады дейді. Да, онда әбден қараңызшы, қастасы ма екен деп айтты. Bir күні бір кісі өзінің содыр бір ұлы бар екен. Өзі орта мектеп оқып жүргенде де өзі әкесіне ақша төлеткізіп, өзі ию-қию. Содан оны әйтеуір бір қаладағы үлкен мектепке апарып тастапты. Bir күні әгі кісі есегін жетектеп жүр дейді. Ой, мына есегіңізді жетектеп жүрсіз ғой, не қылып жүрсіз десе айтады дейді. Мына есекті сатып, ана қаладағы есекке ақша жіберейін деп жүр. Тойдың бағағын жазып, қатты чарчаған біреу айтады дейді. Хей, не деген көбей, чөп қанда осының біреуі де жоқ. Жарайды онда Жека ағайын, сіз мына күлдіргіден сырт халық арасында айтып жүріп өлең жазып жатыр деп естідік. Осы орайда сізден бірінші өлең тыңдасақ. Жақында бір өлеңдер жазып тастадым да, енді талап қылғаннан кейін енді оқып бермесек болмайды да бұл. Бұл дарын деген қиын, бұл теуіп тұрады ар жағынан. Бұл талант деген өте қиын болады екен. Түс көріп жатырмын, ұйықтамай жүріп түс көріп жатырмын. Ғашығын ойлады ма деп қалма мені, тұмау тиіп
түскіріп жатырмын. Бір көріп ұнатып қалдым ғой сені. Өзіңді мен іздегелі қашан. Аламын сені, сөзсіз аламын. Түстен бұрын базардан көрген чапан. Шын жүректен сағындым сені, қызыл бетті бауыры тас. Қап сені де аламын бір күн, сүйіктім менің осайлық мағаш. Жылап жатырмын, сәулем жылап жатырмын. Қолымда пышақ жылап жатырмын. Сені ойлап жылағаным жоқ. Ас үйде сарымсақ турап жатырмын. Жоғар жақтан келеді жоқ қараған. Екіге үшті қосса 4 болады. Қалқатай, сен бер жақта, мен ар жақта. Бір қап сәбіз жартысы үсіп кетті. Қараймын Қаратаудың қатбарына. Егінді суармаса көктемейді. Туған жер тауың биік, тасың алтын. Ертең кеш қар жауады деген сөз бар. Өлеңді осындайда толғанайын. Шетелдің жарнамасы қаптап кетті. Жігерің қанша мықты болған менен, құдаша аты жөнің кім болады? 10 жылда осы өлеңді әрең жаздым. Мектептің балалары доп теуіп жүр. Келеді басы қайқы қабырғаның, таулардың биіктігі байқалмайды. Әсемпаз болма қолпонға, люлаңың болса арқалан. Идіңнен хабар келгенде, құлап түспе шалқадан. Сенде бір мүше бұл топтың кетігін тапта бар қалан. Неменеге жетістің бала бәтір? Сөйлейтіндер азайып бара жатыр. Осы топтан чегініп бірнешеуі қоңбау күтіп бір топ жағада тұр. Қазірше үндемей тұрған менен қоңбау астан шығады қарада тұр. Бұл жақында жазған өлеңдер етті. Қыран күлкі 2018